Сәлем достар, бүгін сіздермен балалар тортын дайындайтын боламыз, яғни корждарын түрлі түсті етіп, кемпірқосақ тортын дайындаймыз. Менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Түрлі рецепттер салатын боламын. Міне бүгінгі тортымызға керекті заттар: сгущенка, жұмыртқа, сары май, разрыхитель және ұн. Бірінші біз құрғақ ингредиенттерді, яғни құрғақ заттарды араластыратын боламыз. Онымен разрыхителімізді, сонан соң сгущенкамызға жұмыртқамызды, сары майымызды қосып, бір келке етіп араластырып аламыз. Араластырып алған соң біз ұнымызды електен өткізіп қосатын боламыз. Електен өткізіліп қосылған ұн біздің қамырымыздың үлпілдек болып шығуына пайдасын тигізеді. Міне бізде ұнымызды жақсылап араластырып аламыз. Бір келгі қамыр болғанша жақсылап араластырып аламыз. Осындай үлпілдек қамыр шығуы керек. Мен бұл тортты 6 бөлікке бөліп алдым. Себебі біз қазір 6 бөлікке түрлі түсті краситель қосатын боламыз. Яғни бұл кондитерлік дүкендерде сатылатын түрлі түсті бояулар, яғни зияны жоқ бояулар. Міне осындай түрлі түстер пайда болды бізде. Осыларды қазір қараңыздар. Ал енді осыларды мен 20 диаметрлік кольцода сызып алған қағазыма, пергамент қағазға жайып шықтым. Міне осындай түстер пайда болды, осындай корждар. Ал енді біз крем жасайтын боламыз. Творожный сырымызға сахарный пудрамызды қосып, бір келкі араласқанша, яғни түйіршіктер қалмайтындай түрге енгенше жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болған соң біз сливкиімізді, салқындатылған сливкиімізді қосып, енді қою массалы крем болғанша араластырамыз. Міне осындай қою крем болады. Қараңыздар. Ал кольцоға корждарын жинауды бастаймыз. Әрбір корждың арасына кремдерімізді жағып, қанша креміміз көп болған сайын тортымыз өте дәмді шығады. Осылай барлық корждарымызды, түрлі түсті корждарымызды жинап шығамыз кольцода. Соңғы корждан кейін біз қалған кремдерімізді бетіне жағып, кольцомызды алып, жан-жағына да қалған кремдеріміздің бәрін жағып, біз тоңазытқышқа жібереміз. Сондай тегіс шығу үшін қалған кремімізді біз көк бояуға бояп алып, тегістеп шығамыз. Ал енді кез келген насадкада өздеріңіз түрлі етіп әрлесеңіздер болады тортты. Менде осындай оформление шықты. Кемпірқосақ тортымыз дайын. Менімен болғандарыңызға рахмет.